Сәлеметсің бе озат оқушым? Бүгін бізде 81-ші сабақ заттың сынын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу тақырыбы бойынша өлеңнің мазмұнын болжа, өлеңді тыңда дейді. Мұғалім деген өлең берілген екен, соны оқып көрейік. Мейірмен бізге қараған бір ағай келді қаладан. Сыйлайды оны бар бала, сыйлайды оны әр адам. Әр сөзі қандай жылы еді, шуақты ыстық жүрегі. Қашан ол жаттап үлгерген, кітапты жатқа біледі. Осындай өлеңді Рахымжан Өтегенов деген ақын жазған екен, Ол ақын мұғалімді қалай сипаттаған? Мейірмен бізге қарайды дейді, оны барлық адам сыйлайды дейді. Әр сөзі жылы дейді. Жүрегі шуақты, ыстық деп. Кітапты жаттап алған дейді, ол мұғалім. Осы өлеңдегі шуақты, ыстық деген сөздерге сұрақ қойып көрейікші қанекей. Қандай? Шуақты, қандай? Ыстық, Қандай деген сұрақ қойылады екен, Заттың сынын білдіретін сөздерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Мысалға, үлкен, қандай, үлкен, таза, қандай, таза, биік, қандай, биік. Яғни заттың сынын, түрін білдіретін сөздер екен, Осы ережені есімізге сақтап алайық озат оқушым. Келесі бізде екінші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Мұғалім мейірімді адам. Ол барлық баланы жақсы көреді. Бізге сапалы білім береді. Мұғалімді сыйлаймыз. Қандай сұрағына жауап беретін сөздердің астын сыз дейді. Мұғалім қандай адам? Мұғалім мейірімді адам, Бізге қандай білім береді? Сапалы білім береді. Яғни мейірімді, сапалы деген сөздер қандай деген сұрақтарға жауап беріп, заттың сынын білдіретін сөздер екен, Осы жаттығуды қатесіз дәптеріңе жазып, қандай деген сұраққа жауап беретін сөздердің астын сызып қоя ғой. Келесі бізде үшінші жаттығу. Үшінші жаттығуда жаңылтпашты тыңдап, жатқа жаз дейді. Жаңылтпашты оқып көрейік, Қол ұстаз, бұл ұстаз, жас ұстаз. Қандай ұстаз? Жас ұстаз екен, Осы жаңылтпашты жаттап ал. Содан кейін жатқа дәптеріңе жазып қоя ғой, озат оқушым. Мінекей бүгін біз заттың сынын білдіретін сөздер жайлы өттік, Заттың сынын, түрін, сипатын білдіретін сөздер қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді екен, озат оқушым. Осы ережені есімізде сақтап алайық. Біздің сабақ осымен аяқталды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Сау бол озат оқушым.